Баршаңызға қайырлы күн. Менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін осындай өріктен езіліп кетпей, әдемі болып пісетін өріктің вареньясын жасалу жолының құпиясымен сіздермен бөлісетін боламын. Видеоны міндетті түрде өткізбей, соңына дейін қарап көріңіздер. Видео барысында бәрін толық түсіндіретін боламын. Ал енді өрігімізді тазалап аламыз. Ортасындағы дәндерінен пышақпен немесе қолмен де тазалап екіге бөліп алсаңыздар болады. Осылай өрік таңдаған кезде осындай қатты өрікті таңдауға тырысыңыздар. Сол кезде бізде өрігіміз езілмей жақсы шығатын болады. Бұл бірінші құпиясының бірі. Енді 1 килограмм өрікке 1 килограмм қант саламыз. Менде бұл жерде 3 килограмм өрік шықты, яғни 3 килограмм қантты салып, бір түнге холодильникке салып қалдырам. Бөлме емес, бөлмелеріңіз салқын болса, бөлмеге қалдырсаңыз да болады. Мен ашып кетпес үшін холодильникке салып қойдым. Ертесі күні таңертең қанты осылай әбден сіңіп, дайын болып тұрды. Енді осыны газға қойып, өте жай отта қайнатып алатын боламыз. Қайнағанға дейін апарамыз. Қатты қайнатудың қажеті жоқ. Өте жай от болуы маңызды, өйткені қанты жабысып, күйіп кетпес үшін жай отта қанты ерігенше осылай ерітіп аламыз. Қайнағанға дейін апарамыз, көбігі шығып, бірақ ары қарай қайнатпаймыз. Осылай көбігі шыққаннан кейін астын өшіріп 20-30 минутқа қалдырамыз. Көбігін осылай алып тастасаңыздар да болады. 20-30 минутқа қалдырып, 20-30 минуттан кейін екінші рет қайнатамыз. Екінші рет қайнатқанға дейін апарамыз, бірақ қайнатпаймыз. Міне екінші рет қайнатып жатырмын мен. Осылай енді қайнайын деп жатқан кезде астын тағы да өшіреміз, 20-30 минутқа қалдырамыз. 20-30 минуттан кейін үшінші рет қайнатамыз. Үшінші рет қайнатқан кезде 5 минут қайнағаннан кейін 5 минут қайнатамыз. Содан кейін банкаларымызға салып жаба беретін боламыз. Маңыздысы көп араластырудың қажеті жоқ. Езіліп кетпес үшін. Осылай жай ғана араластырып тұру керек. Міне 5 минут қайнатамыз. Банкаларымызды міндетті түрде стерильдеп дайындап аламыз, және де қақпағында стерильдеп қайнатып алғанымыз дұрыс. Ыстықтай бірден банкаларымызға құйып, вареньямызды жауып алатын боламыз. Достар, егер рецепт ұнаған болса, менің каналыма тіркеліп қоюды ұмытпаңыздар. Алдағы уақытта тағы да бұдан да жақсы рецепттермен бөлісетін боламын сіздермен. Осы рецептпен жасасаңыздар, видеоның астына комментарий қалдырып кетуді ұмытпаңыздар. Осылай ыстықтай. Осылай дайын болғаннан кейін төңкеріп, бір түнге плитпен жауып қалдыратын боламыз. Осымен өріктен жасалған өте дәмді вареньямыз дайын болды. Міндетті түрде сіз де жасап көріңіз. Осы рецепт бойынша езілмей әдемі болып шығады. Сіздермен болған Айсұлу.